Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін скумбрия балығын духовкада өте әдемі әрі ерекше дәмді етіп пісіруді үйренетін боламыз. Ол үшін қажетті заттар: скумбрия балығы, лимон, тұз және дәмдеуіштер және фольга. Ең алдымен балықты жуып тазалаймыз және де басын кесіп алып тастаймыз және ішін тазалап осылай етіп дайындап аламыз. Содан кейін лимонды кесіп дайындаймыз. Ол үшін осылай лимонды ортасынан 2 бөлікке бөлеміз және де әрбір бөлікті осындай жіңішке кішкентай бөлшектерге кесіп дайындап аламыз. Лимон дайын болды. Осындай кішкентай бөлшек болуы қажет. Енді балықты кесіп дайындаймыз. Ол үшін ыңғайлы пышақты алып, балықты қатты жіңішке етпей осылай кесеміз. Және де кескен кезде оны түбіне дейін кесіп тастамау қажет. Себебі балық бірігіп, бір-бірінен үзбей әдемі пісуі үшін, яғни оны түбіне дейін, соңына дейін толық кесіп тастамаймыз. Астыңғы бөлігі қалуы қажет. Балығымыз дайын болды, оны толықтай кесіп алдық. Енді оны тұздау қажет және де дәмдеуіштер себу қажет. Мен тұздалған балық сатып алғандықтан тек қана дәмдеуіштерді септім. Ал егер де сіздер тұздалмаған балық алсаңыздар, міндетті түрде оның іші сыртын барлығын жақсылап тұздауыңыз қажет. Негізінде тұздалмаған балық сатып алсаңыз, сонымен дәмдірек шығады. Менде ол болмағандықтан тұздалған балық алып, оған тек осылай дәмдеуіштерді сеуіп, барлық жеріне жағып шықтым. Балық дайын болды. Енді олардың ортасына, яғни кесілген жерге осылай лимондарды орналастырып шығамыз. Балық толықтай дайын, енді оны формаға орналастырамыз. Ол үшін газдың противенін аламыз және де оның үстіне фольганы орналастырып қиып аламыз. Содан кейін ақырын балықты алып, үзбей осы фольганың үстіне орналастырамыз және де фольганың екі жағын осылай балықты көрсетпейтіндей етіп жақсылап тұрып жабамыз. 180 градус қысып тұрған пеште 20 минут бойы пісіреміз. Мінекей балығымыз пісті. Енді ақырын ғана фольганы ашып, қалай дайын болғанын көрсек болады. Балықтың иісі өте керемет. Барлық үйді алып жатыр және де қараңыздар, оның сөлі, яғни согы қалай шыққан, сондай шырынды әрі өте дәмді болып шықты. Сіздерге де осы рецептпен оңай скумбрия балығын дайындауға кеңес беремін. Егер де видео ұнаса, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік!